Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, томпақ болып шығатын дәмді пирожкилерді жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығатын, өте керемет дәмді болып шығатын рецептіммен бөлісемін. Арасы осындай болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бос ыдысымызға қайнап тұрған суымызды құйып, үстіне 5-6 қасық ұн салып, ұнымызды пісіріп алатын боламыз. Бұл бізде қамырымыздың беті точка-точка болып, яғни піскен кезде аппетитно көріну үшін осылай жасап аламыз. Алдымен венчикпен, сосын қасықтың көмегімен осылай ұнымызды толығымен пісіріп аламыз. Ары қарай үстіне бөлме температурасында тұрған суды құйып, үстіне 1 шай қасық тұз салып, және 1 шай қасық ашытқымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен бұл жерде қаймақ қосқанды жөн көрдім. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып піседі. 150 граммдай қаймақ қосамыз. Осының барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның аз-аз мөлшерінен қосып отырып, қасықпен араластырамыз. Қамырымыз қоюланғаннан кейін, ары қарай қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей, қамырымызды осылай илеп аламыз. Қамырымыз өте қолға жабысқақ болып келеді. Ары қарай бетін клеенкамен жауып, 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. 1 сағат уақыт өткеннен кейін бір қайтарып, тағы 1 сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болам дегенше арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін алдын ала қайнатылып алынған картоптарымызды осылай езіп, үстіне қып-қызыл қылып қуырып алынған пиязымызды салып араластырамыз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш дәмдеу үшін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, арасына салатын салмамыз дайын болды. 1,5-2 сағаттың көлемінде қамырымыз осылай көтеріліп, әдемі қалыпқа енеді. Енді осы қамырымызды таразыға салып, 70 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Барлық пирожкилеріміз бірдей болу үшін мен 70 граммнан бөліп алдым. Егер майда болғанын қаласаңыз, 50-40 граммнан бөліп алсаңыздар да болады. Ол жағы өз еріктеріңізде. 10-15 минуттан кейін осылай жайып, арасына салмамызды салып, пирожкилерімізді түйетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, пирожкилеріміздің формасын дәл осылай түйіп шығатын боламыз. Менде бұл жердегі мөлшерден 20 пирожки шықты. Егер аз немесе көп пирожки жасайтын болсаңыздар, видеода көрсетілген мөлшерлерді азайтып немесе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылайша видеода көрсетілгендей етіп, барлық пирожкилерімізді түйіп шығамыз. Мінекей, менде бұл жерде 20 пирожки шықты. Енді табаға майымызды құйып, қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға шетінен салып, пирожкилеріміздің барлығын пісіріп алатын боламыз. Айта кететін бір жайт, пирожкилерімізді майға салғаннан кейін, осылайша бетіне майды құйып отырсаңыздар, беті әдемі көтеріледі. Барлық пирожкилерімізді осылай пісіріп аламыз. Бірінші беті толық қызарғаннан кейін ғана екінші бетіне аударамыз. Сонда пирожкиміз қып-қызыл әдемі болып піседі. Барлық пирожкилерімізді осылайша пісіріп аламыз.
Мінекей пирожкилеріміз дайын болды. Менің рецептім ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше.